прописаться еттім уже. Жүргенде Қазанда мен бірінші тапқыр концертіме келгенде ойлай тұрайын, неше қарсы алулар екен, неше қабыл етілер екен, мына өзімне, менің жырларымна вообще концерт неше көтер екен. Но бірінші концерт болғанда енді мен аңладым. Мен дұрыс вақытта, дұрыс күнде келгенім, әмінде шынап та бек моторын айтырып қарсы алдылар. Әмінде бүгінгі күнге жүклем біздің енді бір 5-6 концерт болды. Әмінде ұзақламай 7-ші концерт шояқ 12-та болашақ. Татарстан бойлап біз енді ярты ел бойы уже гастрольде жүрейбіз. Яңа программалар жырлардан қызықлы номерлар яңа болашақ. Біздің концерт 3 тілде бара. Ол енді рус тілінде, башқұрт тілінде, татар тілінде. Әмінде шынапты әйті болмай, мына башқұрттар, татарлар көбірек деп. Мен ойламша барысы да бар, әр бірісі 30% лап. 30, әмінде 10% бәлкі екіншілер отыр әйінде. Әмінде концертта шылайық біздің милетқа қарамай тағы возраст. Ол 3 яштан 80 яшқа жеклем зрителер. Әмді біздің бұлайғала көп, әм бұлайғала. Башқұрстанда топ істем, Башқұрстанда яшаным, әм әлігі вақытта енді Мәскеуге көшіп кеткес, мен енді көп тілдерде жырлар яза башларым. Татар тілінде, башқұрт тілінде, әм рус тілінде. Мен ойлаймын, соревновательный процесс творчества жоқ ол деп ойлаймын. Чөнки біріншіден ол тіл бір-бірісіне оқшаған өйтінде, күй, мұң оқшаған шоңысын біз бір телерді әмінде хоть Қазақстандан келіп бір-екіші татарсала жеваяла, ол енді біздің мұңларды жырларса, көңілге өткерсе, енді әр бір жершіна өткер ала. Бірісі концерттарға болғанда мен бик қаушы едім, нешік мені Татарстан халқы қабыл етілді. Чөнки мен башқұртша көп сөйлеймін. Әлігі вақыттала мен көп көздер башқұрт тілінде. Енді әлігі вақыттала сіздің сөйлескенде менің үшін ол практика. Енді мен шылай нахадуюсь үйреніп барам. Главное жырлағанда татарша дұрыс жырларға енді сөйлешерге ол хоть мен қытайшала сөйлешерге болу. Мен татарша сөйлешем, аксес ешткенім бар, һәм көргенім де бар. Чөнки Инстаграм, бүте интернетта көріп қалам. Қатнашырым, шақырсалар, қатнашырым, нешеп қатнашырсқа.